Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен номер 195 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қамбарбекова Лаура Махамбетқызы. Парасат қоғамдық гуманитарлық бірлестігі жұмыстарының өзектілігі. Сабақтарда жаңа технология элементтерін тиімді пайдалана отырып, тарихи мәдени құндылықтарды өз бойына сіңірген тұлға қалыптастыру. Мақсаты жаңа технологияның әдіс-тәсілдері арқылы сапалы білім мен жан-жақты дамыған, дүние танымы кең, шығармашылық ізденіспен жұмыс істейтін жеке тұлғаны қалыптастыру. Міндеттері: оқушыларды қоғамдық пәндердің негізі туралы, оның қоғам өміріндегі рөлі мен мазмұны туралы тұтас түсінік қалыптастыру, тарих кезеңдердің қалыптасуы мен мемлекеттің өмір сүру механизмдері туралы нақты білімдердің жинақталуын қамтамасыз ету, жаңа заман талабына сай ізденгіш, жауапкершілігі зор, талапты жеткіншек қалыптастыру. Қоғамдық пәндер бойынша оқушыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге сапалы дайындық жұмыстар жүргізу. Әдістемелік бірлестік мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеру. Сабақтарда жаңа технология элементтерін қолдану арқылы оқушыларды өз бетінше жұмыс істеу қабілетін дамыту. Тарихи мәдени құндылықтарды өз бойына сіңірген жеке тұлға қалыптастыру мақсатында жүргізіліп, өз отанын сүйетін, сын тұрғысынан ойлана білетін оқушы тәрбиелеу. Парасат қоғамдық гуманитарлық әдістемелік бірлестігінің құрамында жыл басынан бері 14 мұғалім еңбек атқаруда. Әдістемелік бірлестіктің ұстаздары білімді, өз ісінің шеберлері. 6 мұғалім педагог сарапшы, 2 мұғалім педагог модератор, 6 мұғалім 1 жыл мен 2 жыл еңбек өтілі бар жас мамандар. Жылдар бойы кәсіби деңгейде жұмыс жасап келе жатқан тәжірибелі мамандар өздерінің алдына қойған міндеттерін ойдағыдай жүзеге асыра алатын ұстаздар ұжымы. Мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыруы белгілі жүйеде жүргізіледі. Мұғалім үнемі өздерінің кәсіби біліктілігін қайта даярлау курстары арқылы жетілдіріп отырады. Онда өздерінің педагогикалық іскерліктерін жүзеге асырады. Бірлестік әрбір мұғалімге оқыту қызметінде өзінің шығармашылық әлеуетін іске асыратындай мүмкіндік беретіндей жағдай жасауда әрекет етеді. Парасат қоғамдық гуманитарлық пәндері бірлестігінің жұмысы мазмұнды, жемісті, қызықты, алуан түрлі. Ол ұжымның әлеуетінің жоғары екендігін, уақыт талабына сай нәтижеге жетуге педагогикалық тәжірибе алмасуға дайын екендігін дәлелдейді. Ендеше бірлестік мүшелерімен таныс болайық. Алғаш